Осы оқиғаның бәрі қала шетіндегі ескі үйді сатып алғаннан басталды. Біз жас отбасы болғандықтан ақшамыз тек қана ескі үйді ғана алуға жетті. Бірақ ескі болса да үйдің ішкі бөлмелері бізге қатты ұнады. Солай алғашқы күндер түсініксіз оқиғалармен басталды. Бірінші түні кішкентай баланың күліп ойнап жүрген даусынан ояндым. Орнымнан тұрып бөлмеде бала бар деген оймен қарап шықтым. Ешкім табылмады. Түсім болар деп қайтадан төсекке жаттым. Сөйтіп таңертең шай үстінде әйеліме болған жайтты айтып бердім. Жұбайым таң қалды. Себебі ол да баланың күлген даусынан оянған екен. Кешке азық-түлік сақтайтын жертөледен тарсылдаған дыбыс естідік. Қолыма күректі алып, әйелім екеуміз астыға түстік. Ішін көргенімізде төбе шашымыз тік тұрды. Бүкіл қабырғаларда көмектесіңдер деп жазып тастаған. Айналаны қарап жатып, кенет шығатын есік тарс етіп жабылды. Айнала тас қараңғы. Әйелім екеуміз бір-бірімізді итеріп тар жерге сыймай жатырмыз. Бір кезде анашым маған көмектес деген кішкентай баланың даусын естідік. Осы дауысты естігенде келіншегімді ертіп әрең дегенде жертөледен шығып кеттік. Сол кезден бастап біздің үйде жарық жиі сөнетін болды, ал баланың даусын күн сайын еститін болдық. Содан бері біреу үйдің ішінде жүрген секілді, ал есік-терезелер өздігімен ашылып кететін болды. Біз ақылдасып қайтадан қалаға көшуге жөн көрдік. Бірақ көшпестен бұрын тәуіпке баруды шештік. Ол бізге сендерді жын емес, кішкентай баланың әруағы мазалап жүр. Бұл оқиғаны білемін, сол үйде орын алған еді деп әңгімесін бастады. Баланың әке-шешесі бірнеше жұмыс істеп, бала көбінесе үйде жалғыз қалатын болыпты. Қыстың аязды күндерінде бала үйде жалғыз қалып, үйге ұрылар тонауға келген. Ұрылар тонауымен қоймай, баланы ұрып соғып өлтірген екен. Баласының өлімінен соң анасы есінен адасқан. Содан соң анасы қайта-қайта балама көмек керек, ол мені шақырып жатыр деп көп сандырақтайтын болыпты. Содан не керек, үйдің берекесі кетіп, әкесі үйді сатып жібереді. Ал өздері болса алысқа кетіп қалған екен. Содан бері үй бірнеше адамға сатылған. Ешкім ол үйде ұзақ уақыт бойы тұра алмаған екен. Солай біз тәуіптің айтқанын тыңдап қалаға көшіп кеттік. Біраз уақыттан соң мен сол үйдің өздігімен өртеніп кеткенін естіген болатынмын.